Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге сабақ үстінде қолданатын әдіс-тәсілдердің түрлерін көрсетемін. Мысалға, жеребе әдісі. Ол үшін біз сайттың атын жазып іздейміз. Біздің пәніміз ағылшын тілі пәні болғандықтан сайтты ағылшыншасын қолданамыз. Бұл сайтта бізде әдіс-тәсілдердің көптеген түрлері бар. Мысалға, random name picker немесе random numbers. Біз draw lots-ты қолданайық ең алдымен. Біздің тақырыбымызға сай сұрақтарымызды дайындап аламыз. Осы жерге жазамыз. Мен мысалға антоним тақырыбын таңдадым. Мысалға, young, big, good, white, slow деген сөздердің оқушылар антонимін табу керек. Және smart деп мысалға жазамыз. Сұрақтарды жазып болғаннан кейін стартты басамыз. Сол кезде бізде сұрақтар араласып түрлі түстерге енеді. Оқушылар осы түстердің бірін таңдау арқылы өздеріне сұрақ таңдайды. Мысалға, yellow. Бұл жерде бізде young деген сұрақ келіп тұр. Young'ның жауабы ретінде оқушылар old деп жауап беру керек. Антонимін яғни. Содан кейін біз сброситті басу арқылы бұл сұрақ бізде екінші рет қайталанбайды. Осылай араластырған кезде түстер ауысып отырады. Мысалға, green. Бұл slow деген сөз, оның антонимі fast. Яғни осылай қайталана береді. Бұл әдіс-тәсіл арқылы біз оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра аламыз. Осы draw lots әдісі барлық тақырыптарға да келе береді. Барлық тақырыптарға, яғни сұрақтар әзірлесеңіз, осы жеребе арқылы сабағыңызды қызықты етіп өткізе аласыз. Сонымен қатар, бұл жерде таймер деген әдіс бар. Мысалға, тапсырма берген кезде, оның уақытын бақылау үшін осы әдісті қолдансаңыз болады. Мысалға, бір тапсырманы орындау үшін оқушыларға 3 минут уақыт берсеңіз, старт батырмасын басу арқылы уақытты бастаймыз. Бұл сайтта одан да бөлек әдіс-тәсілдің түрлері өте көп. Мысалға, random name picker. Бұл жерде оқушылардың есімдерін жазып, үй тапсырмасын сұрауға болады. Бұл coin әдісі. Бұл әдісті түрліше қолдансаңыздар болады. Мысалға, сабақ үстінде партадағы оқушылардың қайсысы тақтаға шығатын анықтау үшін қолдансаңыз болады. Партадағы оқушылардың біреуі tails-ты таңдаса, біреуі hits-ты таңдайды. Мысалға, монетада бізде tails шықса, tails таңдаған оқушы тақтаға шығады. Осындай әдіс-тәсілдердің көмегімен сабағыңызды қызықты әрі тез өткізе аласыз. Назарларыңызға рахмет.